Қайырлы күн, құрметті достар. Оразаларыңыз қабыл болсын. Үй жағдайында жалпы қарапайым сіздерге үйде бір жақсы құндылықтармен бөлісуде жөн көріп отырмын. Қазіргі отан қорғаушылар күні болып жатыр, құтты болсын. Енді бір көп осымен толғандырып жүрген нәрсе, қазіргі заманда, дәл қазіргі уақытта шынымен отан қорғаушылар кім, отанды кімдер қорғайды? Баяғы заманда Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен отанды қорғадық. Ол дұрыс. Ал енді қазіргі заманда қалай? Көп жағдайда студенттерге де сабақ өткен кезде көп айтам ішінде жүрген дүниені. Мына қазіргі кездегі біздің ер адамдарға бір тілейтінім, пысық болмай еңбекқор болуды тілеймін да. Көп адамдар еңбекқорлық пен пысықтықты шатастырады. Пысықтық дегеніміз не, еңбекқорлық дегеніміз не, екеуін білмейді farqын. Енді қараңыздар, пысықтық дегеніміз, былай айтқан кезде қараңыз, әйел адамға тән нәрсе. Әйел адамға пысық болу жарасады. Әйел адамның табиғатында пысықтық бар. Ол әйел адамның бақыты пысық болу деген. Ал әйел адамға еңбекқор болу көп жағдайда басына бір ауыртпалықтар әкеліп жатады. Оған көп деген мысалдар бар өмірде. Яғни еңбекқор боламын деген әйел адамдар көп жағдайда өмірде психологиядан да естіп жүрген шығарсыздар. Еңбекқор болып, пысық емес, еңбекқор болам деп өзінің әйелдік энергетикасынан айырылады. Яғни пысық болам деп еркек адамның істейтін жұмысын, еңбекқор болам деп жұмысын істейді, ауыр жұмыстар істейді, нан табады, бала шағаны асырайды, ақша табады деген сияқты. Тіпті құрылыста жұмыс істеп жүрген әйел адамдар да бар. Бұл пысықтық емес, бұл еңбекқорлық, бұл әйел емес, еркекке тән нәрсе. Сондықтан әйел адамның әйелді қылығы, энергетикасы азаятта, елдің әйелі тұздай, менің әйелім мұздай деген әңгіме осыдан шығады. Қазіргі заманда әйел билеген заман деген әңгімен еркектер айтып жүрміз ғой, оны билетіп қойып жүрген өзіміз кінәліміз жігіттер біздің қоғамда. Сондықтан бұл нәрсе неге айтып отырмын, бір білгішсініп отқан емес, мен жан жүрегіммен осыны сезінемін да қатты. Екіншіден, еркек адамдар еңбекқор болу керектер, пысық емес, еңбекқор. Қазіргі кезде көптеген студент болдық, студент кезден жастар, өзіміздің қатарлы ағалар бар, тағы да көптеген байқасақ, көп еркектер біз не істейміз? Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүруді қалаймыз. Бұлай айтқан кезде, көшенің тілімен айтқан кезде мутит етіп, суды мутит етіп, табыс тапқымыз келеді. Бірді бірге соғып, ананы бір істеп, мынаны бір істеп, тұрақты бір нәрсемен айналыспаймыз. Ал әйел адам сияқты ананы бір, мынаны бір істеу, ол еркек адамға жараспайды. Ал әйел адамға айтып отқандай жаңегіндей күліп, жеңіл, қиналмай, күліп жүріп істеп, анадан нәпақасын тауып, мына жерде тігісін тігіп, ана жерге барып, мысалы, бір әйелдермен бірлесіп, мысалы, бір жұмыстар атқарып деген сияқты нәрселер жарасады. Ал енді еркек адамға еркек екендігін дәлелдейтін, тұрақты, нақты мен еркекпін дегенде дәлелдейтін, тұрақты бір, былай айтқанда, орысша айтқан кезде достойный нәрсемен айналысу керек, достар. Яғни сенің еркектігіңді дәлелдейтін. Еркек адам салмақты іспен айналысу керек. Сенің айналысып жатқан ісіңнің артында үлкен дүниелер жату керек. Студент кезімде түсіндім осы нәрсені мен. Студент кезімде мысалы бір бала КВН-да жүреді, ертеңінде қарасаң концерт жүргізіп жүреді, ертеңінде қарасаң театрда жүреді, ертеңінде қарасаң студенттік неше түрлі ұйымдарда жүреді. Менің өзім 8-9 ұйымда болыппын да, мен осыны түсінгеннен кейін мен театрды таңдап, театрда 4 жыл бойы театрда жүрдім. Яғни айтайын деп отқаным, достар, білім саласында да сондай. Білім алған кезде де тура осындай характер бізде. Еркек бола тұра бір мықты сізге бір сабақ берілсе, мықты бір сізге бір кітап қолыңызға түссе, соны аяғына дейін құйрығымызды шегелеп қойып отыра алмаймыз. Аяғына дейін шыдамаймыз. 5 минут көреміз, бол тастай саламыз да тағы басқа бір нәрсені көреміз. Бізде сондай бір характер қалыптасып қалғанда, яғни құйрығымызды шегелеп қойып орындыққа айтқан кезде, соңына дейін бір 3-4 сағат отырып бір білімді до конца соңына дейін ала алмаймыз. Көрдіңіздер ме? Содан кейін аламыз да біз жинаған білімнің өзі бізде былай айтқан кезде толық білімдер емес та, бір нәрсенің басын, бір нәрсенің аяғын істейміз. И, соответственно, соңында бұл бір толық білім болып шықпайды, мысалы. Әр түрлі нәрседен құрастырған дүние болып шығады ғой, мысалы да. Сіз алып бір көйлектің жеңін, бір бешбеттің түймесін, бір шалбардың балағын әкеп жапсырып, құрастырып істегеннен бір киім пайда бола ма? Онда киім пайда болмайды. Тура сол сияқты білім алған кезде де осы нәрсені біз көп түсінбейміз.
яғни бір мықты саланың артынан түсу керек та, соны бір саланы терең еркекше аяғына дейін апарып зерттесек, соңында жаңағындай басқадай білімдер өзі сізге көріне бастайды. Содан кейін барып сіз кез келген салада әңгіме айта алатын боласыз, кез келген саланы жақсы түсінесіз. Қашан бір саланы түбіне дейін тақап зерттесеңіз, қалған салалар өз көріне бастайды. Қалған салалардың керекті дүниелері сізге келетін болады. Сондықтан достар, еркек сияқты характерімізді жоғалтып алмайық. Яғни бұл жерде айтып отқаным пысық емес, еңбекқор болайық достар. Әйелдер пысық болсын, үйдің еңбегін істесін, пысық болсын. Ал еркектер, біздер еңбекқор болайық достар. Сәттілік.